аз болады. Ал көңіл бөлетіндерге Алланың рахымы мен берекесі көптеп түсіп тұрады. Қорғаны мықты болады. Олар ұқсас бинада тұрса да, Алла осыларға көңіл бөлетіндерге жақсы қарайды. Мәулана Шайх Назым Әулие. Үйіңізді Алла қорғаны астында ететін оңай амал. Үйіңіздің есігіне Бисмиллахир рахманир рахим, я мәликул мүлік, біз мұсылманбыз деген сөзді іліп қойыңыз. Оны көрген періштелер бұл үйде мұсылмандар бар екен деп кіреді. Бұндағы я мәликул мүлік сөзі де аса маңызды. Ол Алланы ұлықтауды білдіреді. Ол тұрған үй бәле-қаладан аулақ болады. Дүние сілкінсе де, ол үйге ештеңе болмас, оларға Алланың рахымы мен қорғаны түсіп тұрады. Ерекше жағдайлар мен үрейлер болса, ары-бері жүгірмеңіз, жай намазды жайып, қыблаға қарап отырыңыз. 100-300 рет арасында я латиф және я удуд деп Алланы зікірлеңіз. Алланы зікірлеген жер құрмайды. Ал жаман сурет, жаман сөз, мүсін, арақ, шылым бар үй өзіне Алла қарғысын шақырады. Үйіңізге Алла жақсы көрмейтін адамдардың суретін қоймаңыз, ілмеңіз. Үй ішінде де жарты жалаңаш жүрмей шариғат бойынша киініп жүріңіз. Үй жайыңызды жақсы қорғаңыз. Ерлер құрсағынан тізесіне дейін, әйелдер мойнынан тобығына дейін жабық жүрсін. Әйелдің бас, білек, аяқтары ашық болмауы керек. Бұлар Алла жақсы көретін істерден. Ұйықтарда мүмкін болса, 7 күрси аяты, 21 бисмилла оқып, үйдің 4 бұрышына үрлеп қойыңыз. Бұлар Алланың ашу қаһарын бұрып әкетеді. Осы нәрселерге көңіл бөлмейтіндердің үйлері ештеңе болмаса да, көбінде олардың көңілі тыныш болмайды, берекесі аз болады. Ал көңіл бөлетіндерге Алланың рахымы мен берекесі көптеп түсіп тұрады. Қорғаны мықты болады. Олар ұқсас бинада тұрса да, Алла осыларға көңіл бөлетіндерге жақсы қарайды. Мәулана Шайх Назым Әулие. Үйіңізді Алла қорғаны астында ететін оңай амал. Үйіңіздің есігіне Бисмиллахир рахманир рахим, я мәликул мүлік, біз мұсылманбыз деген сөзді іліп қойыңыз. Оны көрген періштелер бұл үйде мұсылмандар бар екен деп кіреді. Бұндағы я мәликул мүлік сөзі де аса маңызды. Ол Алланы ұлықтауды білдіреді. Ол тұрған үй бәле-қаладан аулақ болады. Дүние сілкінсе де, ол үйге ештеңе болмас, оларға Алланың рахымы мен қорғаны түсіп тұрады. Ерекше жағдайлар мен үрейлер болса, ары-бері жүгірмеңіз, жай намазды жайып, қыблаға қарап отырыңыз. 100-300 рет арасында я латиф және я удуд деп Алланы зікірлеңіз. Алланы зікірлеген жер құрмайды. Ал жаман сурет, жаман сөз, мүсін, арақ, шылым бар үй өзіне Алла қарғысын шақырады. Үйіңізге Алла жақсы көрмейтін адамдардың суретін қоймаңыз, ілмеңіз. Үй ішінде де жарты жалаңаш жүрмей шариғат бойынша киініп жүріңіз. Үй жайыңызды жақсы қорғаңыз. Ерлер құрсағынан тізесіне дейін, әйелдер мойнынан тобығына дейін жабық жүрсін. Әйелдің бас, білек, аяқтары ашық болмауы керек. Бұлар Алла жақсы көретін істерден. Ұйықтарда мүмкін болса, 7 күрси аяты, 21 бисмилла оқып, үйдің 4 бұрышына үрлеп қойыңыз. Бұлар Алланың ашу қаһарын бұрып әкетеді. Осы нәрселерге көңіл бөлмейтіндердің үйлері ештеңе болмаса да, көбінде олардың көңілі тыныш болмайды, берекесі